Сәлеметсіздер ме, балалар? Бүгінгі сабақтың тақырыбы жұмыс және табыс. Жұмыс табу мәселе сан есім. Сабақтың мақсаттары: түрлі жанрдағы шығармаларда көтерілген мәселені, негізді ойды айқындайды. Сөздердің байланысы түрлерін орынды қолдануға дағдыландыру. Бірінші тапсырма жазылымнан басталады. 83-ші бетте, оқулықтағы 83-ші бетте сабақ тақырыбы бойынша табыс арқылы адамға қандай игіліктер келетінін жазып, диаграмманы толықтыр. Мына диаграммада егіз сөзі берілген. Сендерге қалған дөңгелектерді толтыру керек. Екінші тапсырма. Оқулықтағы 84-85-ші бет берілген сөздер мен сөз тіркестерінің мағынасына қарай сәйкестендіріңдер. Келесі тапсырма. Жазылым, айтылым. Атаулар туралы 3 сұрақ. Сызбадағы терминдерді жаз және оны орыс тіліне аударыңдар. Мағынасын анықта, оларға қатысты сұрақтарға жауап бер. Бірінші сұрақ. Бұл терминдер саған таныс па? Қайда кездестірдің? Өз тәжірибеңде осы терминді қалай қолдандың? Қалай ойлайсың? Сабақта бұл терминдер қандай мақсатта қолдануы мүмкін? Қоғам, табыс, асыраушы, өтіл, әлеуметтік мәселе, түйіндеме, жұмыс. Келесі тапсырма тілдік бағдар. Бүгінгі грамматикалық тақырып сан есім. Сан есім дегеніміз заттың санын, мөлшерін, ретін білдіретін сөз табы. Сан есім құрамына қарай дара және күрделі болып бөлінеді. Жасалу жолына қарай негізгі түбір сан есім, туынды түбір сан есім болып келеді. Мағынасына қарай сан есім 6 түрге бөлінеді. Бірінші есептік сан есім, реттік сан есім, жинақтық сан есім, топтау сан есім, болжалдық сан есім, бөлшектік сан есім. Сұрақтарына назар аударыңдар. Грамматикалық тапсырма бойынша тапсырма. Берілген сан есімдерді мағыналық түрлерін тауып жаз. Берілген сөздер 60, 10-10-нан, жетеу, 2-ден 1, 5-6, 70, 5-5-тен, 11, 1000-шы, 4-теу, 40-тай, 2,5, 6-тауымыз. Осы сан есімдерді қажетті торларға жазып қойыңдар. Келесі тыңдалым, аудио мәтін. Бірінші тақырып. Бірінші, екінші сабақ. Төртінші тапсырма. Табыс адамның отбасының белгілі бір уақыт аралығында алатын ақшасы. Сол сияқты табыс өткізілген, сатылған, жеткізілген өнім үшін, көрсетілген қызмет үшін мекеме шотына келіп түскен ақшалай түсім мағынасында кеңінен қолданылады. Қындырылған қайсы бір істің нәтижесінде түскен нәрсені, келген пайданы да табыс деп атайды. Жұмыс пен табыс егіз ұғым. Жұмыс жүрген жерде ғана табыс болады. Табыс еңбек өтіліне де байланысты өседі. Табыстың кейбір түрлері. Материалдық табыс. Сатып алу, өтеусіз табыстау, өз күшімен табу нәтижесінде еңбек заттарының толықтырылуы. Негізгі құрал жабдық табысы, кәсіпорында күрделі қаржы жұмсау, басқа кәсіпорындардан объектілерді өтеусіз алу нәтижесінде негізгі құрал жабдықтың толықтырылуы. Саудадағы тауарлар табысы. Тауарлардың түсуіне
және рәсімделуіне байланысты жүргізілетін шаруашылық операцияларының пайдасы. Жалпы табыс бизнестің қайсы бір саласында жұмсалған шығынды, төленген салықты, тағы да басқаларды шегергенге дейінгі уақыт кезеңінде алынған бүкіл ақшалай сома. 4-ші тақырып. Балалар, аудио мәтінді тыңдадыңдар. Сол мәтін бойынша келесі кестені толтырыңдар. Негізгі ақпараттарды жазыңдар. Келесі айтылым. Сұрақтарға жауап бер. Бұл сұрақтар жұмыс табу мәселесі тақырыбына арналған. Сұрақтарды оқиық. Қандай әлеуметтік мәселелерді білесің? Жұмыссыздық әлеуметтік мәселеге жата ма? Неге? Қалай ойлайсың? Жұмыссыздық неден пайда болады? Таныстарының ішінде жұмыссыздар бар ма? Олар күнкөріске ақшаны қалай табады? Сабақты қорытындау бөлімі. Қорытындау бөлімі инсерт оқыту стратегиясы бойынша талдау керек. Бүгінгі сабақ бойынша білген мәліметтер бар болса, мына бірінші торға жазасыңдар. Бұрыннан білемін деген. Екінші, менің ойлағаныма қайшы керегер болса, онда екінші торға жазасыңдар. Егерде бір ақпаратты жаңа ғана естіп жатсаңдар, бүгін сабақты ғана біліп жатсаңдар, оны үшінші торға жазасыңдар. Келісе алмаймын, білгім келеді деген ақпаратты төртінші торға жазуға болады. Осымен біздің сабағымыз аяқталды. Сау саламат болыңдар.